Қызылша қандай дертпен күреседі? Ең алдымен қан қысымы. Зәр айдайтын әсеріне байланысты қызылша шырыны қан қысымын төмендетеді. Сондықтан ол әрдайым жүрек ауруларынан зардап шегетін адамдардың ас мәзірінен табылуы тиіс. Іш қатуы. Қызылшадан жасалынған тағамдарды іш жүргізетін құралдарға балама ретінде қолдануға болады. Бірақ қызылша шырынын пайдаланғанда абайлаңыз, нәтижесі сіз күткеннен де артық болуы мүмкін. Қызылша бауыр қызметін жақсартып, оны улы заттардан қорғап, ағзадан зиянды заттарды шығарады. Асқазандағы ауырлық кезінде қызылша ақуыздар мен майлардың қорытылуына көмектеседі. Қызылша қабынуға қарсы әсерге ие. Сондықтан шырынын тұмау тигенде мұрынға тамызады. Көмейдің қабынуы, жұтқынша қабынуы орын алғанда тамақты шаю үшін де қолдануға болады. Егер сізде қант диабеті, несеп тас ауруы, іш өтуіне бейімділік секілді аурулар болса, қызылшаны қолдану